Hi guys, Ағылшынша сөздер жаттау сабақтары желісінің бүгін бізде 3-ші сабағы. Дайын болсаңыздар, кеттік. Бүгін біз сіздермен Things in the classroom тақырыбындағы сөздерді жаттайтын боламыз, яғни сыныптың ішіндегі заттардың аттары. Мұнда бізде 10 сөз берілген және 10 сөздің барлығы суретте дұрыс белгіленген. Ең бірінші сіздермен бірге мен оқимын, одан кейін сіздер аудиомен қайталайсыздар. Кеттік. The board. Тақта. The door. Есік. A window. Терезе. A chair. Орындық. A coat. Жакет, пиджак, куртка деп те аударыла береді, яғни сырт киім. A table. Стол. A laptop. Ноутбук немесе компьютер, яғни именно сымы жоқ бар ғой, портативный компьютер деген сөз. Dictionary. Сөздік. A piece of paper. Бір парақ қағаз. A pen. Ручка. Ал енді аудиомен бірге қайталаңыз. Things in the classroom. 1. The board. 2. The door. 3. A window. 4. A chair. 5. A coat. 6. A table. 7. A laptop. 8. A dictionary. 9. A piece of paper. 10. A pen. Ал енді сыныптың ішінде мұғалімнің сізге айтатын фразаларын жаттайық, я? Бірінші, look at the board, please. Look at the board, please. Тақтаға қарайықшы, өтінемін. 2. Open your books. Open your books. Кітаптарымызды ашамыз. 3. Go to page 10. 10-шы бетті ашамыз. Go to page 10. 4. Close your books. Close your books. Кітаптарымызды жабамыз. Және келесі екі фразаны сіздер мектепте әбден естіп алғансыздар деп ойлаймын. Stand up, please. Stand up, please. Орныңнан тұр. Sit down. Sit down. Отыр. Ал енді аудиомен бірге қайталап, произношениеңізді дұрыстап алыңыз. Classroom language. The teacher says, 1. Look at the board, please. 2. Open your books. 3. Go to page 10. 4. Close your books. 5. Stand up, please. 6. Sit down. Ал енді сыныпта сіздің қолданатын фразаларыңыз, яғни оқушы ретінде. 7. How do you spell it? How do you spell it? Оны қалай әріптеп айтамыз? Яғни белгілі бір сөздің жазылуын білмесеңіз, сіз spelling жасайсыз, я? Мысалы, терезе деген сөздің қалай жазылатынын білмесеңіз, Т, Е, Р, Е
з, е деп айтасыз. Дәл солай ағылшын тілінде де белгілі бір сөздің жазылуын білмесеңіз, осылай сұрасаңыз болады. How do you spell it? Келесі сөз, фраза Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Сіз оны қайталап жібере аласыз ба, өтінем? Естімей қалған жағдайда, иә? Can you repeat that, please? 9. Excuse me, what's in English? Бұл фразаны сіздер ағылшын тілінде белгілі бір сөздің қалай айтылатынын, қалай аударылатынын білмесеңіз сұрайсыз. Яғни кешірім өтінем, мынау сөз ағылшын тілінде қалай болады деп сұраған кезде. Excuse me, what's in English? 10. I don't understand. I don't understand. Мен түсінген жоқпын. 11. I don't know. I don't know. Мен білмеймін. 12. Sorry, I'm late. Кешірім өтінем, мен кешігіп қалдым. Ал енді аудионы тыңдап, бір қайталап шығыңыз. You say 7. How do you spell it? 8. Can you repeat that, please? 9. Excuse me. What's in English? 10. I don't understand. 11. I don't know. 12. Sorry I'm late.